6-9 ғасырлардағы түркілердің шаруашылығы. Жалпы түркілердің шаруашылығы металл өндіру, мал шаруашылығы, аңшылық, егіншілікпен айналысты. Металл өндіру түріктерді әлемге әйгілі еткен кәсіптердің бірі болды. Оған мысал ретінде археолог ғалымдардың Алтай тауы маңынан тапқан археологиялық қазбалар нәтижесінде осыған куә болды. Мал шаруашылығы түріктерде көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Аңшылық түріктерде көбінесе азық пен терісі бағалы аңдарды аулау үшін және әскери жаттығу ойындарын жасау кезінде осы аңшылық кәсібін пайдаланды. Егіншілік Қазақстанның оңтүстігі және Жетісу аймақтарында егіншілік жақсы дамыды. Мысалы, Жетісу жерінде жартылай көшпелі мал шаруашылығы, ал оңтүстік Қазақстанда таза егіншілік, отырықшы шаруашылық дамыған болатын. Қол өнердің дамуы. Бірінші бізде білуіміз керек сардоба. Бұл парсы сөзі, оның қазақша мағынасы құдық үстіне салынған құрылыс деген мағынаны білдіреді. Сардоба көбінесе оңтүстік Қазақстан жерінде, Өзбекстанмен шекаралас аймақтарда болды. Бұл сардобаның маңызы далада көшпелі мал шаруашылығымен айналысқанда, осы құмдарда судың тапшылығы болған кезде бұлар суды қатты құрметтеген. Соған байланысты олар су көздерін сақтау үшін басына құдықты жапқан, сосын кейін бұл күмбезге құрылысқа айналып кеткен. Екінші бізде балбалдар. Жерлеу орнында қойылатын тас мүсіндер. Қайтыс болған адамға қолбасшының басына қойылады екен. Қала мәдениетінің қалыптасуы. Жалпы 6-9 ғасырларда оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерінде қала мәдениеті өте жоғары дамыды. Бұған дәлел ретінде Ұлы Жібек жолының оңтүстік Қазақстан арқылы Жетісуға қарай баруы бұл осы аймақтағы қалалардың көптеп салынуына, пайда болуына алып келді. Көбінесе соғдылық мәдениеттің кешені көп орналасты. Тараз қаласы орта ғасырда әйгілі түркі қаласы деген атпен әйгілі болды. Қалалардың қалыптасуы. Жалпы орта ғасырлық қалалар 3 бөлікке бөлінді. Цитадель бірінші бөлігі ортасындағысы, одан кейін оның сыртында Шахристан орналасты, ал оның сыртында шеткі бөлігінде Рабат орналасты. Цитадельде қала билеушісі тұрды, ал Шахристанда қала ақсүйектер тұрған болса, Рабатта қаланың негізгі халқы қолөнершілер, егіншілер, малшылар тұрған болатын. Қалалардың ерекшеліктері. Көшпелілер осы қалаға келіп өзінің мал өнімдерімен осы өздеріне қажетті бұйымдарды айырбастап отырды. Сонымен қатар жартылай отырықшы мал шаруашылығымен айналысты және қалалар әкімшілік сауда орталықтары қызметтерін атқарды. Сонымен қатар қала мәдениетінде сәулет өнерінің ескерткіштері көптеп шоғырланды. Олардың бірқатары Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда болды. Мысалы, орта ғасырларда Суяб және Навакет қалаларында Будда храмдарының орындары табылды. Сонымен қатар Ақыртас ғимараты бұл Жамбыл облысында Қарлұқтар дәуірінде салынған ескерткіштің бірі. Бұны аңыз бойынша салған Алан Хазар есімді жігіт деп айтылып жүр. Бұл 8-10 ғасырлардағы құрылыстың бір түрі. Келесі бізде Баладж, оңтүстік Қазақстан облысындағы Қаратау баурайындағы 6-8 ғасырдағы қала. Сонымен қатар сауда өте жоғары қарқынмен дамыды. Мысалы, жәрмеңкелер Испиджаб, Отырар, Тараз қалаларында көп өткізілді. Суябта түргеш қағандарының теңгелері көп соғылды. Орта ғасырда Тараз қаласы Көпестер қаласы деп аталды. Ақша айырбасы Отырар, Суяб, Тараз қалаларында көп болды. Көне түркі дәуіріндегі жазу. Қазіргі қазақтардың арғы ата бабалары пайдаланған жазу үлгілері бұл Архон, Енисей өзендерінің бойынан табылған көне түркі руна жазулары болып табылады. Руна сөзінің мағынасы құпия және белгісіз деген мағынаны білдіреді екен. Бұлар көбінесе ерте орта ғасырдағы түріктердің, шығыс түріктердің тарихы туралы кең ақпарат береді.
осындай ең алғашқы руна жазулары біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының ортасында қалыптасты. Осындай руна жазуларының ең алғашқы нұсқалары 582 жылы Бұғыты құлпытасында арнайы салынған. 1893 жылы алғашқы тәңір сөзінің құпиясын ғалым Томсон ашты. Білге қағанға және күлтегінге, тоныкөкке арнап салынған құлпытастар Архон Енесей бойынан табылды. Білге қағанға арнап салған құлпытастың авторы оның баласы Иолық Тегін. Көне түркі жазуының ескерткіштері атты еңбектің авторы Малов бұл еңбекте Шығыс Түркістанда қағаздың көбірек өндірілгендігін жазып қалдырған. Түріктерде ағашқа ойып жазу әдісі ксилография деп аталды. Көне түркілердің діни наным сенімдерін біз осы экранда көріп отырғандарындай төрт түрлі осы әдістер арқылы жәдігерге сүйеніп көруімізге болады. Бірінші, біздерде жазба ескерткіштер, құжаттарға байланысты біз түріктерді діни наным сенімнің болғандығын білеміз. Екінші, діни белгілеріне қарап білуге болады. Мысалы, құлпытастар, теңгелер, қыш бұйымдардан білуімізге болады. Үшінші, сәулет өнерінің ғимараттары, ғибадатханалар, қорымдарға байланысты білуімізге болады. Төртінші, діни мазмұндағы фольклорлық материалдар, шығармалар дейміз, заттар дейміз. Бұларға біз қарап, түріктердің діни наным сенімдер қандай болғандығын анықтауымызға мүмкіндік береді. Көне түркілердің діни наным сенімдері қандай болды? Бірінші, ең алғашқы сенімдерінің бірі тәңіршілдік. Бұл түріктерде жалпы әлемді жаратқан көк тәңірмен байланыстырады. Көк тәңірінің ұлы, көк тәңірінің қағаны деген сөздер пайда болған. Сонымен қатар тәңіршілдіктің ішінде ұмай анаға көп басымдық береді. Отбасы мен балалардың қамқоршысы ретінде айтылады. Тәңіршілдік алғашқы кезде діни наным сенім болады да, кейін түріктердің дініне айналып кетті. Келесі діни ағымның бірі буддизм. Бұл соғдылар арқылы Орталық Азияның елдеріне Будда ілімін таратты. Бәріміз де білеміз, ерте орта ғасыр біздің Қазақстан жерінде көптеген діни ағымдар мен діндер көп таралған болатын. Бұның барлығы Ұлы Жібек жолы арқылы таралды. Сонымен қатар бізде манихейлік дін 3 ғасырда Иранда негізі қаланды. Одан кейін бізде зороастризм біздің заманымыздан бұрынғы 7-6 ғасырда Иранда пайда болды. Зороастризм көбінесе 1 Дарийдің кезінде шарықтау шегіне жетті. Христиан діні бұл 5 ғасырдың ортасында христиан шіркеуінен несториандық ағым бөлініп шықты. Сонда христиан дінінің отаны Рим деп айтатын болсақ, сол Рим шіркеуінде жүрген қызметкер Нестор деген қызметкер осы өзінің ойы арқылы Орта Азияға қарай қуылып, сол жерде өзінің атымен байланысты несториандық, христиандық бағытты Орталық Азияға алып берген болатын. Міне бұның барлығы да осы ислам діні қабылдағанға дейінгі біздің Қазақстан жерінде, Орталық Азия жерінде осындай діни ағымдар көбірек таралды.